Бала әкеден не кете туады, не жете туады, не өте туады. Балалы үй базар, баласыз үй құл-мазар. Жақсы бала әкесінің басын төрге сүйрейді, жаман бала әкесінің төрдегі басын есікке сүйрейді. Атадан жақсы ұл туса, қар үстінде от жанар. Атадан жаман ұл туса, ат үстінде ит қабар. Ата бәйтерек, бала жапырақ. Ананың сүті бал, баланың тілі бал. Ұл туғанда күн туар. Жақсы бала сүйік, жаман бала күйік. Балаңды 5 жасқа дейін хандай көр, 15 жасқа дейін құлдай жұмса, 15-тен ары онымен досыңдай ақылдас. Балалық шағы патшаның тағы. Ойнақтаған бала от басады. Аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш болам деп ойламайды. Адам болар бала қонаққа үйір. Өсер елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Өшер елдің баласы бірін-бірін қатын дейді. Кісі болар баланың кісенесінен таны. Болатын бала боғынан. Баланы жастан, қатынды бастан. 6 жасар бала алыстан келгенде, 60-тағы ақсақал сәлем берер. Балалы үйрек көлден кетпес, баласы жас елден кетпес. Баланың сөзі батпандай. Басқа келген бақты кесірлі бала қашырады. Балалы үйдің ұрлығы жатпас. Жалғыз түйе бақырауық, жалғыз бала жылауық. Қонағын жақтырмаған баласын ұрады. Өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас. Өз ұлың өзекке тепсе де кетпес. Баланың өскен бесігі, кең дүниенің есігі. Өсер елдің баласы қозысын күтіп қой қылар. Өспес елдің баласы қозысын сойып той қылар. Артында баласы қалса, көзі қалады. Артында сөзі қалса, өзі де қалады. Жалғыз баласы бардың шығар-шықпас жаны бар. 2 баласы бардың өкпе бауыр жалы бар. 3 баласы бардың бұқарада пұлы бар. Арғымақ аттың баласы аз оттап көп жусайды. Асыл ердің баласы аз сөйлеп көп тыңдайды. Жануар азық үшін торға түседі. Ата-ана бала үшін отқа түседі. Бала ересектерге сенгендіктен барып көп нәрсені үйренеді. Күдік сенімнен кейін келеді. Бала тілі шықпай жатып ақ сөйлей бастайды. Ана тапқан ұлымен ардақты, саудагер тапқан пұлымен салмақты. Әкенің баласына ғылым, адамгершілік және өнер үйретуі парыз. Ананың баласына ұрсуы май. Балам жақсы болсын десең, Құнанбайша істе. Ол Абайды өзі араз болған елге бітімге жіберіп отырған. Бала әдетті жасынан тамызықтап жинайды. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге. Не жесе ит баласы соны құсар. Ескі киімнің беті ащы, жетім баланың тілі ащы. Түбі жат бала туғандай болмас, ішер киер де кетер, бірақ көрдім демес. Өнегелі болса бала көрікті. Ата даңқын шығарып, өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді. Дәулетті ұл ошақтың қоры, дәулетсіз ұл атаның соры. Ұлдың күні күн емес, атадан мал қалмаса, ата малы пұл емес, бастап ақыл болмаса.
ат жемейтін ащы шөптің шыққаннан шықпағаны игі. Адам ішпес ащы шудың аққаннан ақпағаны игі. Атасының атын шығармаған жігерсіз ұлдың туғаннан тумағаны игі. Үні жоқ баланың тілі жоқ. Бала болсаң болғандай бол, ағайынға қорғандай бол. Ақыр заман болғанда қатын би болар, сиыр пұл болар. Туған балаң қу болар, үй ішінде неше жан болса, бас-басына би болар. Атаның наласынан сақтасын, баланың шаласынан сақтасын. Қалыпты білмегеннен сақтасын, халықты тілдегеннен сақтасын. Ықылым асық ойын секілді, бала асық үйіріп тақта отырады. Ешбір әке баласына жақсы тәрбиеден артық ештеңе бере алмайды. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Перзенттер аналарды гауһардан да артық безендіреді. Балаға қуаныш сыйлай отырып, оқыта тәрбиелеуге міндеттіміз. Баланы тәрбиелеу үшін оны білу керек. Оны білу үшін оны бақылау керек. Оны бақылау үшін оған бостандық беру керек. Баланы қоршаған ортасы тәрбиелейді. Қателік жіберген баланы құрметтеңіз. Сол кезде ғана ол қатесін түзете алады. Балаға мейірбандықпен қараса, ол шыдамды болуды үйренеді. Баланы жиі мақтаса, ол бағалауды үйренеді. Баланы жиі келемеждесе, ол ұялшақ болуды үйренеді. Баланы жамандамаңыз, көзінше де, сыртынан да. Баланың жақсы қасиеттерін дамытуға ден қойыңыз. Нәтижесінде жаманшылыққа орын қалмайды. Балалар тәрбиесін үлкендерден бастау керек. Баласыз адам бақытсыз адам. Балам деген жұрт болмаса, жұрттың дейтін бала қайдан болсын? 6 жасар балаға бір нәрсе түсіндіре алмай жатсаңыз, демек ол нәрсені өзіңіз де түсінбегенсіз. Әке-шешенің өтірігі бала жүрегін суындыра береді. Бір кезде ол өтірікті бала да айтады.